Америка туралы шындық. Бұл жақта тұру сен ойлағандай емес. Көп адам Америкаға көшу өмірді 180 градусқа өзгертеді деп ойлайды. Бірақ бір нәрсені түсініп ал. Бұл жақта сені ешкім күтіп тұрған жоқ. Соңғы 7 жыл Калифорнияда тұрамын. Американың артықшылықтары, дамуға жағдай жасалған. Мықты университеттер, стартаптар барлығы осы жерде. Табиғаты керемет. Жыл 12 ай жаз. Көз сүйсіндіреді. Жоғары табыс, кәсіпке мүмкіндік көп. Бизнес бастау және оны дамыту әлде қайда жеңіл. Бизнес қалай жүріп жатыр сұрай салайық. Hi amigo, how's it going? I am good. Yeah, how's your business? Very good. Good? Yeah. Thank you. I appreciate. Бірақ шынайы өмір мынадай. Барлығы қымбат. Үй жалдау, медициналық сақтандыру, салық өте жоғары. Жалғыздық сезімі. Басқа елде өз орныңды табу қиын. Жол кептелісі. Лос-Анджелес, Нью-Йорк сияқты ірі қалаларда бір жерден бір жерге жету үшін сағаттап уақытың кетеді. Керемет өмір бірден келмейді. Бәсекелестік өте жоғары. Жаңадан келген адам жақсы табысқа шығу үшін күніне 16-17 сағаттап жұмыс істеу керек болады. Америка бұл мүмкіндіктер елі. Бірақ мұнда дайын болған адам ғана өмір сүре алады. Егер сен көшуді ойлап жүрген болсаң, алдымен барлық минус-плюстарды ескерген жөн. Ал Америкаға көшу қанша тұрады? Оны білгің келсе, маған тіркеліп ал. Америка жайлы барлық қызықтар менің парақшамда.